Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men valah ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli bağırlar. Allah Taala'nın kalağымен көп bağırlarımızın, көрермендеріміздің сұрауымен, өтінішімен sarf дәрістерін бастаймыз. Sarf дәрістері мынау кітап қазақ тіліндегі кітап. Sarfта мен өзім алғаш sarfты осымен оқығам. Нұрбарактың подкурсында. Енді қысқа берілген, және де енді қазақ тілінде болғаннан кейін қанша айтқанмен бір арабша кітаптарды іздегем негізі. Араб тіліндегі кітаптардан бергім келіп, өте әйгілі кітаптардан, бірақ оның ішіндегі мынандай қазақша түсіндірген жерлерді арабша түсіндіреді ғой. Ол арабша түсіндірген жерді аударып отыру керек. Тағы да бір ол енді бастап жатқан адамға қиын болар деп ойладым да. Қазақ тіліндегі осы sarf кітапты осыдан өткім келді. Осыдан өтуге ұйғардым осыны. Бұл кітаппен тағы да айтайын, мен өзім алғаш sarfты осы кітаппен өткенмін. Қысқа нұсқа берілген, барынша түсінікті. Бүгін бірінші сабақ, бірден бастаймыз қазір. Мына жерде сіздерге айтып кететін нәрсе, мынау бірінші сабақ, бірінші бет, бірінші сабақ не. Жаттығу сонымен бітеді. Яқта өзі екінші сабақ қосылады. Мына бірінші сабақтан сіздердің алатындарыңыз, бірінші мына уәзін дегенді аласыздар. Екінші, бірінші сабақтан алатын екінші пайдаларыңыз сіздің. Бірінші пайданы уәзін дегенде үйренесіз. Екінші алатын пайдаңыз араб тілінде сөздер, қазақ тіліндегідей сөздің түбірі бар, қосымша сөздер бар да, әріптер бар да. Сөзге қосылатын қосымша әріптер бар. Бір сөзге қосылатын қосымша әріптер бар, сосын асыл түбір әріптері бар да. Сол түбір әрбі қайсы, қосымша әрбі қайсы ажырата білесіздер. Оны міне мына жерде үшінші беттің соңында міне мына әріптер, міне мынаны жаттап алсаңыз болады, или жазып алыңыз. Міне сөздің түбіріне қосылған қосымша әріптер осы 10 әріптің бірі болады. Міне мына әріптердің біреуі қосылып тұрған кезде, мына әріптердің бірін көрсеңіздер, ол қосымша әріп болады да. Бұдан басқалары асыл түбір сөздің өзі болады. Түбір сөздің өзінің әріптері болады. Қазір түсініктірек болады, иншалла. Бірінші осыны түсініп алыңыздар. Бірінші сабақтан сіздер алатындарыңыз, бірінші уәзін дегенді өлшемді аласыздар. Уәзін деген өлшем. Өлшемді аласыздар. Екінші, түбір сөзге қосылуы мүмкін болған әріптерді үйренесіздер. Міне әріптер қосылады. Осы әріптер қосылу арқылы сөз жасалынады. Қазір түсіндірем оны. Жақсы, түсінікті болды деп ойлаймын. Бисмиллахиррахманиррахим. Бірінші сабақ, ад-дарсул ауал, сөз және өлшем. Сөз және өлшем. Калиматун ва уәзнун. Бисмиллах, араб тілінде өзінен бір мағына білдірген сөз кәлима деп аталады. Кәлима деп аталады. Сөз, яғни кәлима әріптерден құралып, яғни әрбір сөз әріптерден құралады. Бір әріптен 7 әріпке дейін болады. Бір әріптен, араб тіліндегі сөздер бір әріптен бастап 7 әріпке дейін болады. Сөздердің, әріптердің санда бір сөзде болу керек болған, мүмкін болған әріптер, бір әріптен құралған сөздер бар. Сосын 7 әріпке дейін құралған сөздер бар да. Араб тілінде де қазақ тілі сияқты түбір сөзге қосымша жалғану арқылы сөздер жасалады. Қазақ тілінде сөзге қосымша жалғанады ғой. Сөйтіп сөз жасалынады ғой. Араб тілінде сондай да, бір сөзге қосымша әріптер жалғанады да, сөйтіп ол сөзден басқаша мағынадағы сөздер шыға береді. Бірақ түбір сөздің тек соңындағы әріпке емес, ортасындағы, алдындағы әріптерге де жалғануы мүмкін. Бізде қазақ тілінде, қараңыздар, қазақ тілінде жұмыс сөзіне тек қана соңына жұмысшы, жұмыс орны, жұмыстар деген қосымшаларын жалғанып, жұмысшы, жұмыс орны, жұмыстар деген түбірлі сөздер жасаймыз. Яғни қазақ тілінде тек жалғаулар тек қана соңына жалғанады. Түсініңіздер? Қазақ тілінде соңына жалғанады жалғаулар. Осыған ұқсас араб тілінде де амалун, яғни жұмыс деген сөзге, амалун деген жаңағы жұмыс деген сөздің арабшасы сөзіне хамзалы әлиф, мынандай хамзалы әлиф, немесе мим, немесе әлифтің өзін қосып, әріптерін жалғап,
Амилун жұмысшы, мамалун жұмыс орны, амалун жұмыстар деген сөздерін жасаймыз. Осындай жұмыс сөздер жасаймыз. Бірақ араб тілінде қараңыздар. Кейде басында жалғанады мынандай, кейде мынандай тоже басында жалғанады, кейде мысалға мынандай ортасына жалғанады. Қазақ тілінде тек қана қазақ тілінде жалғау сөздер, жалғанатын әріптер мынандай соңына ғана жалғанса, соңына жалғанса, араб тілінде мына сияқты ортасына, басына жалғануы мүмкін, ортасына жалғануы мүмкін. Бәрібір, түсіндіңіз бе? Бұл жерде сізге керек болған нәрсе, сіз бұл жерде түсінуіңіз керек болған нәрсе, бауырлар, араб тілінде қосымша бір сөзге, түбір сөзге қосылатын қосымша әріптер ортасынан да жалғана береді, басынан да жалғана береді. Қазақ тіліндегідей тек қана соңынан емес, түсіндіңіз бе? Жақсы, ары қарай. Түбірге жалғанған әріптер сөз тудырушы қосымша әріптер деп аталады. Енді ол түсінікті ғой. Түбір сөзге қосылған, түбір сөзге жалғанған әріптер ол қосымша сөз тудырушы әріптер деп аталады. Сөз тудырушы әріптер, мына әріптер, сөз тудырушы әріптер сөздің алдына, ортасына, соңына жалғанады. Алдына, ортасына, соңына жалғана береді араб тілінде. Қосымша әріптер жалғанғанда, қараңыздар, қосымша әріптер жалғанғанда сөздің түбірінің әрекеттері және сукундары өзгереді. Мысал қараңыздар, амалун деп тұр ғой, амалун деген, айның үстінде әлиф, айның үстінде фатха сосын танвин болды, амалун деп. Бұған мына әріптер жалғансақ, мына харакаттар өзгереді, көрдіңіз бе? Амалун көрдіңіз бе? Мамалун, сукун пайда болды. Яқта әлиф пайда болып кетті, мынау кәсіра болып кетті вообще. Яғни, мынау қосымша әріптер жалғанған кезде мына асыл сөздің харакаттары өзгереді деп жатыр. Түсіндіңіз бе? Сөз тудырушы әріптер сөздің алдына, ортасына, соңына жалғанады. Қосымша әріптер жалғанғанда сөздің түбірінің әрекеті мен сукундары өзгереді деп жатыр. Қосымша әріптер жалғанса сөздің түбірі мен әрекеттері өзгереді. Түбіріндегі әрекеттер мен сукундары өзгереді. Сөздің түбіріне сөз тудырушы қосымша әріп жалғанып, сөздің түбіріне, яғни мына түбір болса, бұған қосымша сөз тудырушы әріптер жалғанып, оның әрекеті мен сукундары өзгергеннен кейін, әлгі түбір сөздің әрекеті мен сукуны өзгергеннен кейін, сөздің түбірі және қосымшасы қайсысы екенін ажыратып алу үшін, сөздің түбірі қайсысы, қосылған әріп қайсысы екенін ажыратып алу үшін, араб тілінде өлшем ойлап табылған. Мысалы, мәдрасатун сөзіне. Мәдрасатун сөзіне қараңыздаршы. Мәдрасатун, мына сөз. Енді кеттік, мынаның түбіріндегі әріптер қайсы, қосымша әріптер қайсы, қалай ажыратамыз? Үшінші беттегі қосымша қосылуы мүмкін болған әріптерді қарайықшы бір рет тағы да. Міне, түбірге қосылатын әріптер мыналар ғана. Мәдрасатун деген кезде, мим бар ма? Мим бар, енді мына жерде қосылатын мим деген бар ғой, қосылуы мүмкін болған. Көрдіңіз бе? Қосымша әріп. Так, кәне. Мим қосымша әріп екен. Одан кейін дәл, ро, син деген қосымша әріптер жоқ ана жерде. Енді бар ғой, бірақ мына жерде қараңыздар тағы да. Мына син бар да, син бар. Қосылуы мүмкін болған син деген сөз қосымша қосылатын, түбірге қосылатын әріп та бұл. Бірақ мына жерде проблема мына жерде не? Дәрс деген сөздің өзінің түбірінде син деген әріп бар да. Сондықтан мына жерде қараңыздар. Тә. Тә тұр ма? Мынақта да тә бар, тә. Осылайша біз біліп алдық та, бұл сөздің түбір әріпті, бұл сөздің түбір әріптері мынау дәрсун, дә, роса әріптен шыққан. Өйткені түбірдің өзінде син бар да, қосымша син деген әріп жалғануы мүмкін. Истиғмәл деген сияқты. Бірақ мына жерде түбірдің өзінде бар да. Енді мысалға, мәдрасатун сөзінің түбірі дәрсун сөзінен шыққанын өлшем арқылы білеміз. Мысалға, өлшемде фә, айн, ләм әріптері болып, фәғала деген өлшем қойылады да. Түбір әріптермен белгіленіп, фәғала түбір әріптермен белгіленеді да. Сөздің әрекеті мен сукундары өзгеріссіз сол қалпында көшіріледі. Мысалы, амалун сөзі. Амалун сөзінің бірінші әріпіне фә қоясыз,
айның орнына фәні қоясыз. Екінші әріпіне айын қоясыз, мемнің орнына айын қоясыз. Үшінші әріпіне ләм қоясыз, ләмнің ләм қоясыз. Сонда әріпімен белгіленіп, әрекеттерін өзгеріссіз көшіргенде фәалун болады да. Амалун ба, фәалун болады да. Мына өлшем. Мына өлшем. Бұл өлшем неге қойылады? Тағы да бұл өлшем қойылу себебі сөздің асыл әрбі қайсы, қосымша әрбі қайсы, соны білу керек. Мысалға, уәрақун деген сөздің өлшемі фәалун болады. Дәрсунның өлшемі фәалун болады. Хибрунның өлшемі қалай болады? Фиалун болады. Джубнун дегеннің өлшемі фуалун болады. Әзанун фуалун. Фәалун ғой негізінде жерде. Не қойған ғой? Айнабун фиалун. Яғни бұл өлшем. Мына өлшем не керек? Мына өлшем не үшін керек, балалар? Өз-өздеріңізді қиындатпаңыздар. Мына не болып кетті деп та? Мына өлшем не керек? Мына бірінші дәрістің тақырыбы сол ғой. Сөз және өлшем. Мына өлшем не үшін керек? Мына өлшем деген нәрсе. Бұл бұл сөздің ішіндегі асыл әріп мен қосымша әріптерді ажыратып болу үшін керек. Мысалға, қараңыздаршы. Мына сөзді алайықшы. Ижтихадун деген сөзді алайықшы. Ижтихадун сөзінің асыл әріптерін қалай табамыз? Мынаның асыл әріптерін қалай табамыз? Бұны өлшемге саламыз. Өлшемге салу үшін мынаның қосымша әріптерін біліп алу керек. Бұның түбір әріптері қайсы, қосымша әріптері қайсы білу керек та. Қосымша әріптері қайсы білу керек. Оны білу үшін тағы да айтайын, қайталайын, мыналарға қараймыз. Ижтихадун деген жерде, мына жерге жазайын, ижтихадун деген сөзді. Инструменты, главное. Қалай еді, сызатын бар еді ғой. Так, мына жерде сызатын бір ручка жоқ, жоқ екен. Қараңыздар, мына жерде ижтихаду дегенде мына әлиф бар, тә бар. Сосын не бар? Не қараңыз. Не әлиф бар, не тә бар. Тағы да мына әлиф бар. Көрдіңіз бе? Осы мына әлиф, мына тә, тағы да мына әлиф, бұл қосымша әріп. Бұл қосымша әріппен қаяқтан білдік? Мына жерде мыналар қойны. Әлиф, тә, сосын тағы әлиф қосылып тұр да. Сонда не болып тұр? Джим асыл әріп болып тұр, міне қараңыз. Міне, әлиф қосымша болса, міне әлиф одан кейін джим әріпі мынау. Джим әріпі қосымша емес, тә әріпі қосымша да. Сонда хә әріп қосымша емес, кейін дә әріпі қосымша. Демек, мына жерде түбір әріптері джим, хә, дәл. Джим, хә, дәл әріптері түбір әріптері, одан басқа әлиф, тә, әлиф дегендер қосымша әріптер. Қосымша әріппен қаяқтан білдік? Міне, мына жерде айтылып тұр, қосымша әріптер мыналар міне. Бүкіл араб тілінде қосылатын әріптер, қосымша әріптер мыналар, осылар ғана қосылады. Осылар қосылып, түбірге қосылып, сөз жасалынады. Түсіндіңіз бе? Демек, мына жерде мына сөздің түбірі не болды? Жә, хә, дәдан шықты. Джим, хә, дәлдан шықты, жә, хә, дәдан шықты. Енді бұны өлшемге қалай саламыз? Өлшемге салған кезде ифтиалун болады да ол. Мына жерде бір сызатын бір ручкада болмады ғой. Ойламап, мына компьютер өткенде істемей қалды да, содан кейін бүкіл программалар кетіп қалды, қайтадан бір ішіндегі жесткий дискін өзгерткен кезде программаларым кетіп қалды, мына жерде сызатын бір программаны ашып сызып беретін қазір. Жақсы. Бұл өлшем. Өлшем не үшін керек? Өлшем сөздің түбір әріптерін біліп алу үшін керек. Сіздер мына әріптерді жаттап алыңыздар. Мына әріптерді жазып алыңыздар. Осы әріптер түбір сөзге қосылатын қосымша әріптер. Ары қарай оқи берейік. Түбірге жалғанған сөз тудырушы қосымша әріптер, жаңағы өлшемде өзгерусіз келтіріліп көрсетіледі. Өлшемде өзгерусіз келтіріледі. Мысалы, амалун сөзінен жұмысшы мағынасындағы амилун сөзін жасау үшін бірінші әріпінен кейін әлиф әріпі жалғанған болса, өлшемде де фәдан кейін әлиф жалғайсыз. Мысалға да. Амилунның өлшемі қалай болады? Фәилун болады да. Фәилун.
өлшемнің өзіне де әлифті қосып жібересіз да. Мына бірінші амилун сөзін қарайсыз. Мынадай да, міне сізге кітап оқытқан кезде амилун сөзі жолығып қалды да. Мына амилун сөзі жолығып қалды. Сіз бұны аударғыңыз келді. Аудару үшін бұны асыл әріптерін біліп алу керек қой. Қосымша әріп қайсы, асыл әріп қайсы да. Енді бұны қарайсыз да. Мына ішінде әлиф тұр. Әлиф жаңағы айтылған мына жерде қараңыз, мына жерде қосымша әріптердің ішінде бар, иә. Демек, мына әлиф қосымша екен дейсіз да. Сонда өлшемге де осындай қосымша әріп қосып жібересіз да. Дәл осындай өлшем шығарып аласыз да. Фаилун, фаилун, амилун, фаилун. Сонда фәнің орындағы айын түбір әріп, айын фәдан кейін айын бар ғой. Айынның орындағы мим түбір әріп, оны ләмнің орындағы ләм түбір әріп. Сонда мынаның түбірі не болды? Амәлә болды да. Амәлә, айын, мим, ләм әріптері бұның түбір әріптері болды да. Түсіндіңіз ба? Демек, осылай өлшемге салып түбір әріпті біліп аласыз. Келесі амәлун, амәлун, әлиф қосымша, әлиф қосымша. Өйткені бағанағы қосымша әріптердің ішінде әлиф бар мысалы. Әлиф бар. Болды, кеттік әне. Амәлун. Осы қосымша әріптер екенін білдік қой, қосымша әріптері. Демек, айын, мим, ләм налар қосымша емес. Демек, осы айын, мим, ләмнің орнында фәалән қосып жібересіз да. Әфәлун, амәлун ба, әфәлун деп не қыласыз да, өлшемді жасап аласыз да. Әфәлун өлшем жасап аласыз да. Демек, енді мына амәлунның асыл әріптері қалай? Фәнің орындағы айын асыл әрпі, айынның орындағы мим асыл әрпі, ләмнің орындағы ләм асыл әрпі болып саналады. Мәъмәлун, мәъмәлун, бұны не қыласыз? Өлшемі қалай? Мәфәлун болады да. Мәфәлун. Мәъмәлунның өлшемі мәфәлун болады да. Мәфәлун, демек, алдындағы мим қосымша әріп, өйткені қосымша әріптердің астында мим бар ғой, қосылуы мүмкін болады. Келесі мәъмәлун, мына мим болса, мына мим болса, бұл сөздің түбіріндегі, өзінің түбіріндегі бар мим да, оның орнына мынада жасалмайсыз. Демек, мәъмәлунның өлшемі мәфәлун болады да. Фәаләнің орны, фәаләнің орнында келіп тұрған амәлә деген әріптер түбір әріп, мына мим болса, жалғанған әріп екенін біліп аласыз. Мәф'улун, мәф'улун дегенге мәъмулун сөзі істелінген, яғни оның өлшемі мәф'улун болады да. Бұның асыл әріптері қайсы, түбір әріп қайсы, қалай білеміз? Тағы да қайталайыншы. Мим қосымша әріп, вау қосымша әріп. Өйткені мим мен вау қосымша әріптердің ішінде бар. Қосылу мүмкіндігі. Вау бар, мим бар. Осы екеуі қосылу мүмкінді қосымша әріптер. Демек, ләм, мим ортасындағы айын, бұл асыл әріпі да. Сол асыл әріптердің орнына фәаләні қойып жібересіз да, мәф'улун шығарасыз да. Сосын фәнің, айының, ләмнің орнында тұрған ләм, мим, айын әріптері асыл әріпі, мим мен вау болса қосымша әріп болып шыға келеді. Осылайша ажыратып біліп аласыз. Білмеймін, түсінікті болды деп ойлаймын бауырлар. Түсінбесеңіздер сұраңыздар, жазыңыздар комментарияға. Қайтадан түсіндіруге тырысамын. Сөздің түбірінің бірінші әріпі өлшемде фә әріпімен белгіленгені үшін сөздің бірінші фәсі, екінші айны, үшінші ләмі деп аталады. Енді жаттығу нәжіне, жаттығуларды қараңыздар. Мұның барлығының асыл әріптері қайсы, түбір әріпі қайсы, бәрін біліп алу керек. Айлмун. Айлмун. Біріншіден үш әріптен құралып тұр ғой. Үш әріптен құралған сөзге қосымша қосылмайды да. Қосымша жоқ нәжінде. Айлмун ол ләм, айын, ләм, мим әріпінен қосылған. Ол өзіне түбір әріптер, нәжінде қосымша әріп жоқ. Өйткені үш ақ әріп қойған. Алимун нәжінде өшкен төрт әріп та. Сондықтан яй қосымша әріп. Яй қосымша әріп өйткені яй нәжінде қосымшаның ішінде бар. Көрдіңіз бе? Жақсы. Ары қарай. Алимун, көрдіңіз бе? Алимунның төрт әріптен құралған. Айын, әлиф, ләм, мим. Әлиф қосымша әріп, ортасындағы әлиф қосымша әріп. Көрдіңіз бе? Әлиф қосымша әріп. Келесі мәъмулун, мәълумун, мәълумун екі қосымша әріп бар. Мим, вау. Түбір әріптері айын, ләм, мим. Уламау, соңындағы әлиф пен хамза қосымша қалған айын, ләм, мим түбір әріп болып саналады. Бұлардың төмендегі сөздердің өлшемдерін анықтап, өлшемдерін анықтауыңыз керек. Қалай анықтайсыз? Айлмунның өлшемі қалады? Фиалун болады.
Алимунның өлшемі қалай болады? Фаилун болады. Алимунның өлшемі қандай болады? Фаилун болады. Ма'лумунның өлшемі маф'улун болады. Уламау деген өлшемі фуалау болады. Өйткені фа айн ләмге соңына дәл осындай әлиф пен хамза қосып жібересіз, болды ғой. Фуалау. Аламатун фаалатун болады да. Осылайша бауырлар, бірінші дәріс бітті. Бірінші дәрісте сіздердің алғандарыңыз өлшем. Өлшем деген не үшін керек? Өлшем деген сөздің түбір әріптері мен қосымша әріптерін анықтау үшін керек. Сөздің ішіндегі қосымша әріптер, олар мына әріптер болады, мыналардың бірі болады, мына 10 әріптің бірі, мына 10 әріптің бірі қосылады. Әрдайым араб тіліндегі қосымша әріптер болса, қандай қосымша әріп келетін болса, олар мына 10 әріптің біреуі болады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбесеңіздер сұраңыздар. Алла тағала сіздерге түсініп оқуды нәсіп етсін. Құрметті бауырлар, тіркелмегендеріңіз тіркеліңіздер. Мынандай жақсы контенттің араб тіліндегі дамуына үлес қосыңыздар. Тіркеліп болсын, бұл сабақтарды айтып бөлісіп болсын, немесе қолдарыңыздан келсе қаржылай көмектесем десеңіздер, әр дәрісіміздің астына карточкамыздың реквизиттерін бүкілін қалдырамыз. Каналымыздың дамуына үлес қосыңыздар, иншалла. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.